Тәкаппарлық деп нені ойлайсыз? Тәкаппар деп біреудің үстіне киіп алған әдемі киім кигендігі үшін, не болмаса біреу әдемі мықты машина мініп алғандығы үшін, не болмаса біреу қара очки тағып алғаны үшін оны тәкаппар деп ойлайсыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, тәкаппар деп дейді. Тәкаппар адам ол ақиқатты мойындамай, адамдарды өзінен төмен санаған адам дейді. Бар ақиқатты, бар барлықты мойындамай, адамдарды өзінен төмен санап, өзінің ғана ойын дұрыс санап, басқалардың бәрінің ойымен келіспейтін адамды тәкаппар адам деп айтады екен. Сол үшін де бұл өмірде менікі ғана дұрыс, мен ғана ақиқаттың үстіндемін дей бермеу керек. Өйткені кез келген пенде ол қателеседі. Сол қателікті мойындай алу, сол қателікпен жұмыс жасай алу, ол шынайы момын мұсылманның жұмысы, шынайы момын мұсылманның сипаты. Ал енді әрмен қарай кетіп, сол тәкаппарлығында жалғастырып, ешкімнің сөзін елемей, ешкімнің сөзін тыңдамай, айтылып жатқан ақиқатты мойындамай жүретін болса, Құдай сақтасын, бұндай адам қияметте қатты өкініп қалады. Бұдан сақ болу керек.